Nazхан, ne bo'ldi, zamon tush ko'rding be? Tushimda akimni ko'rdim. deb Nazxon chuguruga ketib qoladi. Mana jigit kim ekan? Bari bo'lsa jigitdan yugurib kelsam qaytadi. Qo'y, artdan borib yugurayin. Yugurgandan sog'liqqa foyda qo'y. Артында келе жатқан қыз сұлу екен. Mana алдындағы жігіт мен туралы не ойлап жатқан екен. Танысып келсем қайтеді. Қандас сұлу екен, жасыңыз нешеде? Қыздың жатын сұрамайды, жігітім. Сенің есімің кім? Пістегүл, ал сенің есімің кім? Есімім Назхан. Қош бол, қайту керекпін. Осылайша Пістегүл мен Назхан танысады. Осылайша Назхонның балдары мен Мықтыбектің балдары бірге ерегісіп қалады. Не болсаң, тұрасың ба? Тұрам, не болсаң, не қылдың? Тегеш бер. Үндемеген сайын деп Мықтыбектің балдары мен Назхонның достары ерегісіп қалады. Осы кезде Назхонның балалары олармен төбелесіп ұтылып қалады. Осы кезде Назхон келіп, анау достарына тиіскен 3 жабайы адамды ұрып тастайды. Осы кезде Мықтыбектің оң қолы оның түрін, Назхонның түрін түргімен көріп, оны өзінің бастығына айтып береді. Мықтыбек, біздің құлдарымыздың бәрін Назхан деген бала өлтірді. Ол менің дүрбімде сақтап қойдым. Егер оның түрі өте біз өлтірген Тимурға ұқсайды екен. Мүмкін ол Тимурдың баласы, кәне маған оның суретін көрсетші. Осы балама, мен бұл балаларға өзімнің құлдарым жіберем. Оның артынан мен құлдарым баратын болады. Мен оларды өлтір деп айтатын болам. Осы кезде Мықтыбектің адамдары Назхонға келіп, оны өлтірмекші болады. Бірақ Назхон өзінің әкесі берген мотоциклге отырды да қашады. Назхон осы кезде қашып кетеді. Және де сол машинадағы адамдарды өлтіріп тастайды. Назхон осы жерде машинаны жарғаннан соң бір қолы сәл тірі қалады. Сол кезде оның алдына барып, сендерді кім жіберді деп айтады. Сол кезде мені Мықтыбек жіберді деп бір қол айтады. Назхон қаһарына келіп, мен сол Мықтыбегімді өлтірем деп бақырып айтады. Назхонның жыны шыққан соншалық, алдында тұрған, еңкейіп тұрған адамды өлтіріп тастайды. Мықтыбек өздерінің құлдарының өлген туралы біліп, Назхон туралы сұрастырып, оның Мақта қыз бен Пістегүл деген достары бірін біліп, Пістегүлді ұрлап кетеді. Назхон ол кезде Пістегүлді жақсы көріп қалып еді. Пістегүл, біз әлі де сені құтқаруға мүмкіндігіміз бар. Назхонға айтып, сені құтқарамыз. Назхон. Оу, не болды? Назхон, Пістегүлді Мықтыбек ұрлап кетті, оны құтқару керек. Қазір мен оған барып, сазайын тарттырам. Деп Назхон мотоцикліне отырып, Мықтыбекке қарап кетіп қалады.